Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді ауызға салса еритін безеннің рецептісімен бөліскім келеді. Бұл безеннің ерекшелігі италиялық меренгада дайындалады. Жасалуы өте оңай және қарапайым үйдегі заттардан жасалады. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Безені дайындау үшін бізге қант және жұмыртқаның ақ уызы, тұз, лимон шырыны және су қажет болады. Алдымен ақ уызымызды бөлек құрғақ таза ыдыста миксерлайтын боламыз. Ақ уызымыз 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлаймыз. Жұмыртқаны ақ уыздан ажыратқан кезде салқын күйінде ажыратқан оңай болады. Және ажыратқан кезде жұмыртқаның сары уызы ақ уызға бір тамшыда түспеу керек. Және 1 шай қасық лимон шырынын қосып, миксеріміздің жай жылдамдығынан бастап миксерлап және тұзды қосамыз. Миксеріміздің жылдамдығын көтере отыра, осылай аппақ көпіршік болғанға дейін жақсылап араластырып бір шетке қойып қоямыз. Енді бөлек ыдысты отқа қойып, су құйып, қантты салып, ең қатты отқа қоямыз. Отқа қойған массамыз асты жабысып қалмас үшін қасықпен қайнағанға дейін жақсылап араластырып тұрамыз. Массамызды үздіксіз араластырамыз және бір қайнап шыққаннан кейін отты сәл баяулатамыз. Осы кезде бізге кондитерлік термометр қажет болады. Сиропымызды 118 градусқа дейін қайнатамыз. Қайнап шыққан сиропты қойып қоюға болмайды, кристалдан кетеді. Жаңағы соғылған ақ уызымыздың ыдысына шетіне тигізе отыра, өте баяу етіп үздіксіз құямыз. Және миксеріміздің жылдамдығы ең жоғарғы жылдамдықта болу керек. Тоқтатуға болмайды, ақ уызымыз ыстық сироптан пісіп қалмас үшін. Осылайша сироптың барлығын құйып, миксерімізді тоқтатпай ары қарай тағы да 5 минуттай соғатын боламыз. Осы ақ уыздан соғылған италиялық меренгадан торттың сыртын қаптауда пайдалануға болады және түрлі безелердің формаларын жасап шығаруға болады. Меренгамыз дайын бола бастаған кезде тығызданып, осылай миксердің ізін қалдыра бастайды. Осы кезде миксеріңізді тоқтатып, тексеріп көрсеңіз болады. Миксерді тоқтатқан кезде осылай өзінің формасын жақсы ұстайтын тығыз меренга болып шығу керек. Ыдысымызды төңкерген кезде қозғалмауы тиіс. Соғылған ақ уызымды мен 3 бөлікке бөлетін боламын және 2 түрлі түске бояймын. Күлгін және ашық қызыл түске бояғым келіп тұр. Бұл әркімнің өз қалауы. 3-ші ыдыстағы ақ уызды мен солай ақ түсте қалдыратын боламын. Боялған ақ уыздарды кондитерлік қапшыққа насадка салып, түстерді кезектестіріп салатын боламын. Әркімнің өз қалауынша, мендегі насадка 5F. Кондитерлік қапшыққа салынған ақ уыздарды противенімізді теріс аударып, үстіне пергамент қағазын төсеп, орнататын боламыз. Алдымен безелерімді осылай орнатып аламын және балаларым сүйіп жейтін чупа-чупс тәріздес қылып безе на палочке жасайтын боламын. Осы безелер пісіп шыққаннан кейін тортты әсемдеуде де пайдалануға болады. Противенде қалып қалған кішкентай орындарға да осындай кішкентай безелерді орнатып шығамын. Арасын жақын қылуға да болады, себебі безелер ісінбейді, бір-біріне жабыспай сол қалпында тұрады. Әдемілік үшін мен безелерге осындай кондитерлік посыпкалар сеуіп қойдым. Барлық безелерді орнатып болғаннан кейін арнайы осындай безелерге арналған таяқшаларды орнатып қойдым. Пешімізді алдын ала қыздырудың қажеті жоқ. Безелеріңіз дайын болған кезде пешіңізді қосып, сол кезде сала беруге болады. Безелерді 50-70 градуста кептіретін боламыз. Мендегі режим верх-низ конвекция болғандықтан 2 сағатта
70 градуста дайын болды. Егер конвекция режимі болмаса 50 градуста кептіруге болады. Верх-низ режимімен және кішкене уақытты көбірек қоямыз. Дайын жақсы кеуіп шыққан безелер пергамент қағазынан оңай алынады. Осылай мен жасап көрген әдіспен жасап көруге кеңес беремін. Тәттілерді жасап, жақындарыңызды қуантыңыз. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.